Математика сабағы. Оқушылар, оқулықтарымыздың 114-ші, 115-ші бетін ашайық. Бүгін біз 57-ші сабақ сандар жиынын құру және жіктеу тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабақтың мақсаты сендер жиынды құруды, оларды жіктеуді, элементтерін анықтауды үйренесіңдер. Және балалар тиісті емес таңбаларды қолданып үйренетін боласыңдар. Сонымен өткен сабақта біз Эйлер-Вен диаграммасымен таныстық. Ол жиыннан тұрады. Ал екі жиынды көріп тұрсыңдар, оның ішіндегі суреттерді біз элементтері дейміз. Мысалы, бірінші жиын тұр. Ол нысандардың ортақ қасиеті не? Әрине, жабайы аңдар. Ендеше, ол жиынның атын біз жабайы аңдар дейміз. Енді элементтерін атайық. Олардың элементтері аю, қасқыр, түлкі және барыс. Келесі екінші жиынға қараймыз. Қандай тақырып қоюға болады? Әрине, үй жануарлары. Енді ішіндегі элементтерін атайық. Олар түйе, сиыр, жылқы, ешкі. Міне балалар, өткен сабақта біз осы жиын және жиын элементтермен таныстық. Балалар, жиын элементтерінің ішіндегі олар латынның кішкентай әрпімен де белгіленеді, немесе сандармен белгіленеді, немесе осындай суреттер арқылы. Ал жиынның тақырыбы бас әріппен жазылады, және олар математикада латынның бас әріптерін пайдаланады екен. Енді біз оқулығымыздағы ауызша тапсырмаларды орындайық. Бірінші, сандар құрылған жиындарды қарастыр дейді. К жиыны 5-тен кем бір таңбалы сандар болу керек. Ал Е жиынында бір таңбалы сандар жиыны болу керек. Және олар 4-еу ғана болу керек. Енді біз жиындарды қарайық. Бірінші жиын К жиынында 2, 3, 0 бар. Өйткені қарап тұрсақ, кітапта берілген 5, 3, 7, 2, 0 сандарының ішінен таңдап алынды. Келесі екінші жиынды қарайық. Е жиынында онда 6, 9, 7, 8 деген 4 бір таңбалы сан тұр. Енді бізге айтады, осы К жиынына тиісті емес қандай сандар бар дейді. Міне берілген сандардан кітапқа қарап отырып, 5 пен 7-ні біз жиынның сыртына шығардық. Көріп тұрғандай, олар жиынның ішіне кірмейді. Өйткені 5-тен кем деп тұр. 5 5-тен кем емес, 7 5-тен кем емес. Сондықтан екеуі жиынның сыртына шығады. Енді оларды қалай белгілеп жазамыз? Қарайық. К тиісті 3, 2, 0-ге. К тиісті емес 5 пен 7-ге. Е тиісті 6, 7, 8, 9-ға. Міне балалар, біз ауызша талдау жасадық. Сандар жиыны элементтері сандар болатын жиын екен. Яғни мынау жиынның ішіндегі цифрларды осы сандар жиыны дейді екенбіз. Егер ол жиынның сыртына шығып кетсе, немесе басқа жиында тұрса, оны тиісті емес деп белгілейміз. Енді дәптерлеріңе жазбаша жұмыстар. Бүгін желтоқсанның 14-і сынып жұмысы. Екінші тапсырма. С жиынның диаграммасына қара. Жазбаша орында. С жиынына тиісті және тиісті емес сандарды жаз. Көріп тұрғандай белгілер тұр мінекей. Енді жиынның ішінде С-ға тиісті ол қандай сандар? Дұрыс айтасыңдар. 400, 200, 800, 600. Өйткені бұлар диаграмманың ішінде жатыр. Енді тиісті С-ға тиісті емес сандар, олар сыртында жатыр. Қандай сандар? Дұрыс. 8, 45, 90 және 1000 сандары. Енді түсінген боларсыңдар. Дәптерге осылай жазамыз. Номер 3-ші тапсырма. Енді бұны ауызша ғана орындайық. М жиынында қандай сандар тұр?
20, 40, 900, 700. К жиынында 1, 5, 3, 25, 62, 47. Сендерге балалар сұрақ. М жиынын қалай атауға болады? Әрине, дөңгелек сандар жиыны деп атауға болады. А К жиынын қалай атаймыз? Тек қана сандар жиыны деп атауға болады, иә? Енді балалар, осы екі жиынның элементтерін топтауға болады. Мысалы, бір таңбалы сандарды бөлек жиын жасауға болады, екі таңбалы сандардан бөлек жиын жасауға болады, және дөңгелек үш таңбалы сандардан бөлек жиын жасауға болады екен. Осылай түрлендіруге де болады. Сендерге жеке тапсырма. Номері 4-ші тапсырма. Т жиынынан дескрипторға қарайық. Екі жиын құрастырып сызасыңдар, және оның ішіне сандарды жазасыңдар. Т жиыны 13-тен кем, тек қана екі таңбалы сандар жазасыңдар. Ал О жиынына 15-тен кем, тек қана екі таңбалы сандарды жазамыз. Және элементтерін дұрыс жазыңдар, қателеспей. Т жиынына тиісті емес, тағы да екі элементті сыртына жазыңдар. Бұл енді өздік жұмыс. Келесі тапсырма: теңдеуді шеш. 3 теңдеуді шешіп, жазып шығарасыңдар. Балалар, сонымен қатар 7-ші тапсырманы өздіктерінен шығарыңдар. Бүгінгі сабақты түсінсеңдер, оны оңай шығарасыңдар. Міне, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар. Бүгінгі көңіл күйлерің өте жақсы болсын.